Bittiniz. Қызық. Мен ешқашан мұндай ерекше мектепте болмағанмын, бірақ мұнда сабақтардың қалай өтетінін көруге қуаныштымын. Мен тез арада сыныбымды табуым керек. Математика сабағы. Мен математика пәнін жақсы көремін. Математика сабағына барайын. Бұл менің мәселем емес. Тұтқа дұрыс бекітілмеген. Hayırlı күн. Eva, sen мұнда не істеп жүрсің? Тез арада сыныпқа кір. Барлығы, біздің жаңа оқушымыз Евамен танысыңыздар. Сәлем, Ева. Неге жаңа оқушы формасы келді? Бұл өте таңқаларлы. Жарайды, оған жақсы қарайық. О, иә, мүмкін біз тіпті дос болармыз. Ойнағың келе ме? Жоқ, рахмет, мен сабаққа назар аударғым келеді. Балалар, сабаққа дайындалатын уақыт келді. Жарайды. Және гаджеттеріңізді алып қойыңыздар. Тамаша, бүгін бізде математикадан тест бар. Рахмет, мен тесттерді жақсы көремін. Жоқ, Ева, міне мұны ал. 3+2=5. Бұл емтихан қағазы өте ерекше, бірақ мен жақсы бағалу үшін барымды саламын. Жарайды, уақыт бітті. Тесттеріңізді тапсыратын уақыт келді. Мен тестімді жақсы тапсырдым деп үміттенемін. Сау болыңыз, мұғалім. Көріскенше, мұғалім. Сау болыңыз. En ерекше Lego асханасына қош келдіңіз. Балалар, тамақтанар алдында әрқашан қолдарыңызды жуыңыз. Бұл микробтарды жояды және денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі. Бүгін не қалайсыз? Мен мисо сорпасын, Калифорния суши роллын және бір пончик алғым келеді. Жарайды. Рахмет. Ләззат алыңыз. Мен мисо сорпасын бір кесек пицца алғым келеді. Және балмұздақ. Ас болсын, Даша. Мен темпура суши алғым келеді. Чизбургер және хот-дог. Рахмет. Мен таңғы асқа көбірек сәйкес келетін нәрсе алғым келеді. Маған не ұсынасыз? Сары май мен жұмыртқамен тост қалай? Жақсы естіледі. Бұл жақсы. Бірақ мен сыныптастарыммен бөлісе алатын басқа нәрсе бар ма? Бұл менің қажетім еді. Мен пиццаны кейінге қалдырамын деп ойлаймын. Мен сіздермен отыра аламын ба? Әрине. Сіздер мұны қалай жейсіздер? Бұл жеуге жарамсыз. Менде жақсырақ нәрсе бар. Бұл не? Міне. Бұл дәмді көрінеді ме? Мен мұны жасау үшін сүт және жұмыртқа қолдандым. Өзіңізге алыңыз. Дәмді. Шетін уақыт. Тоқта, Алекс, бұл саған зиянды, менде жақсырақ нәрсе бар. Балалар, қараңыздар, бұл таңқурай мен көкжидек шырны, мен оны бүгін таңертең жасадым. Көкжидек пен таңқурайда көптеген витаминдер бар. Ол сізге энергия береді және күшті етеді. Ләззат алыңыз. Шын мәнінде менде тағы бар. Балалар, міне
сендерге мармелад әкелдім. Рахмет, Ева. Оқасы жоқ, жігіттер. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Бүгінгі сабақ өте қызықты. Себебі сендер өз өнер жобаларыңды таңдай аласыңдар. Мен әдемі гүл шоғын жасаймын. Менде. Маған гүлдер ұнайды. Бүгінгі тапсырма өте қызықты, мен ерекше бір нәрсе жасағым келеді. Жақында Парижге барып, Мона Лиза суретін көрдім. Сол суреттен шабыт алып бір нәрсе жасаймын. Уақыт бітті, енді жұмыстарыңды көрсету уақыты. Бұл хризантема. Олар көптеген түстерде болады. Сары, қызғылт, ақ, тіпті жасыл. Олар күзде гүлдейді. Басқа гүлдер өсуін тоқтатқан кезде. Бұл өрік гүлі, олар қыстың соңында гүлдейді. Бұл орхидея. Олар жылы, ылғалды жерлерді ұнатады. Олар орманда, тауларда, тіпті ағаштарда өсе алады. Керемет, Даша, Алекс, Элис бола. Мен бұл өнер туындысын Мона Лиза суретінен шаптанып жасадым. Оны Леонардо да Винчи жасаған. Оның қасы көрінбейді. Оның күлкісі әр бұрыштан әртүрлі көрінеді. Кейде қуанышты, кейде байсалды. Ева, бұл керемет. Қайырлы күн оқушылар, ғылым сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз табиғаттың сұлулығын көрсететін минералды үлгілерді зерттейміз. Мынаған қараңдар. О, керемет кристалл. Мұғалім, мен кристалымды зерттеуге дайынмын. Тамаша, Евал, сен кристалың туралы не айта аласың? Бұл қызғылт-қызыл радохразит. Оның түсі кристалдың ішіндегі арнайы металл марганецтен шығады. Ол тастың ішінде әдемі жолақтар немесе шеңберлер құрайды. Және ол Аргентина, Перу және ақш сияқты жерлерде кездеседі. Мен дайынмын. Бұл мандарин кварцы. Ол темірден табиғи қызғылт сары жабынмен қапталған. Мандарин кварцы Бразилия сияқты жерлерде кездеседі. Ол көп флюорит, ол текше сияқты салқын пішіндерде қалыптасады. Мен. Бұл күлгін аметист, ол ашық немесе өте қара күлгін болуы мүмкін және ол кварцтың бір түрі. Керемет, бәріңе жақсы жұмыс, бәріңе. Сәлем, балалар. Дене шынықтыру сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз футбол ойнаймыз. Ура, гол! Өрмекші, мұғалім, көмек. Қараңдаршы, ол ұстап алды. Ұстадым, сен тентек өрмекші. Көңіл көтерейік. Біздің палеонтология сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін сендер өз динозавр жобаларыңды көрсетесіңдер. Бірақ алдымен мен сендерге осы тираннозавр рекс қазба үлгісін көрсеткім келеді. T-Rex өте үлкен болды. Ұзындығы 40 футқа дейін жетті және өте мықты жақтары мен үлкен тістері болды. Оның қолдары кішкентай болды. Бірақ ол әлі де қатал аңшы болды. Тираннозавр рекс өте ертеде, шамамен 66 миллион жыл бұрын өмір сүрген.
Мен алдымен өз жобамды таныстырғым келеді. Жалғастыр, Элис. Дайындағаныңды көрсет. Бұл да Трекс, мен бұл динозаврды таңдадым. Себебі ол менің сүйікті динозаврым, ол планетадағы ең үлкен ет жейтін динозаврлардың бірі болған. Бұл анкилозавр, ол тек өсімдіктермен қоректенген. Себебі ол шөпқоректі болған. Оның аты сауытты кесіртке дегенді білдіреді. Себебі оның сауытты тақтайшалары болған. Ол өзін қорғау үшін үлкен таяқ тәрізді құйрығын пайдаланған. Бұл экинопс, ол мысықтың көлеміндей кішкентай динозавр болған. Ол өсімдікпен қоректенген және жұмсақ жапырақтарды шайнағанды ұнатқан. Бұл птеродактил. Ой, жоқ, бұл не? Бұл өте үлкен. Біреу бір нәрсе жасай ала ма? Мүмкін сиқырлы таяқ оны бұрынғы қалпына қайтара алады. О, иә. Ева, қазір директордың кабинетіне. Мен ештеңе істемедім. Сәлеметсіз бе? Бұл Лего мектебінің директоры. Сәлеметсіз бе, директор? Сәлем, Ева, отырыңыз. Ева, бүгін палеонтология сабағында не болды? Біз жобаларымызды таныстырып жатқан едік, бірақ кенеттен менің динозаврым үлкен болып өсіп, бөлменің айналасында ұшып кетті. Шынымды айтсам, бұл менің кінәм емес, менің оған қатысым жоқ. Мен сенің жақсы оқушы екеніңді білемін және саған сенемін. Енді үйге бара аласың. Болашақта бұл қайталанбайды деп үміттенемін. Рахмет, директор, мен де бұл қайталанбайды деп үміттенемін. Жақсы күн болсын. Ева, сау бол. Бүгін Лего мектебінде өткізген күнім өте ұнады. Енді келесі жолы жақсырақ дайындалғым келеді. Қайырлы таң, сынып. Қайырлы таң, мұғалім. Қайырлы таң, барлығы. Не болып жатыр? Ева, Лего тақырыпты күн кеше болды. Менің қателігім, балалар, әрқашан кестеңізге назар аударыңыз және бәрін екі рет тексеріңіз. Ешқашан жаңа нәрсені үйренуден қорықпаңыз. Себебі дайын болғанда бәрі қызықты және көңілді болады. Жақсы айттың, Ева. Сәлем, Даша. Сәлем, Стефи. Кеттік ойнайық. Қандай қызық. Жоқ, Даша, өзіңнің ойын алаңыңа бар. Сау бол. Бұл сендердің ойын алаңдарың, қыздар. Жарайды. Ой, жоқ. Сау бол, Даша. Сау бол, Стефи. Бұл өте өкінішті. Жарайды, сурет салатын уақыт. Міне, ал. Бұл сен үшін. Сен қылғаламмен сурет саласың. Ал бұл сен үшін. Менде бір ой бар. Даша, ұста. Тамаша ой. Упсис. Ауч! Не? Ой, сәлем. Бұл қабылданбайды. Өзіңнің ойын алаңыңа қайт.
Жарайды. Сау бол, досым. Таңғы ас уақыты. Ас болсын. Рахмет. Бәрі жақсы. Бірақ сүт қайда? Не, нағыз сиыр ма? Рахмет, сиыр. Сенің таңғы асың, Даша. Бұл жеркенішті. Қандай үлкен бургер. Өте жақсы көрінеді. Менде бір ой бар. Упсис. Сәлем. Стефи, сен мұнда бола алмайсың. Өзіңнің ойын алаңға қайт. Жарайды, сау бол. Сау бол. Бұл жақсырақ. Тағы да ма? Ертегі уақыты. Баяғыда Лабубу деген ханшайым болыпты. Ол үлкен сарайда өмір сүріпті. Көп қояндармен. Бұл біздің мүмкіндігіміз. Бірдеңе істеуіміз керек. Ой, жоқ, бұл тым күшті. Менің кезегім. Ой, мен жасадым. Не болып жатыр? Жігіттер, бірдеңе істеп жатырсыңдар ма? Ештеңе. Жарайды, балалар қолөнер уақыты келді. Сәлем, мен тосын сый жеткізуді тапсырыс бергім келеді. Рахмет. Біреу есікте тұр. Қазір қайтып келемін. Жарайды. Біз бірге бірдеңе жасауымыз керек. Әрине, біз оны байқап көруіміз керек. Бұл мен үшін тосын сый ма? Біз саламыз. Көпір. Қалайсың, Стефи? Мен жақсымын. Ішінде не бар екен деп ойлаймын. Көбелектер. Мен оларды ұстауым керек. Жүріңіз. Бұл біздің соңғы мүмкіндігіміз. Даша, керемет командалық жұмыс. О, қыздар, тағы да ма? Шынайы достар, бірге болуы керек. Жарайды, қыздар,
Сендер шынайы достар екендеріңді дәлелдедіңдер. Енді бірге ойнай аласыңдар. Сәлем, Стефи. Сәлем. Мен саған осы істер тізімін ұсынғым келеді. Стефи, бүгінгі жоспарың. Мектепке бару, ойыншықтарыңды жинау. Ыдыстарды жуу және тіс дәрігеріне бару. Қандай? Бәрі маған ба? Сәттілік. Бірақ мен мектепке барғым келмейді. Ыдыс жумағым келмейді. Ойыншықтарымды жинағым келмейді. Әрі тіс дәрігеріне барғым келмейді. Бұл керемет идея. Жарайды, жігіттер, тыңдаңдар. Бірінші, сендер ыдыстарды жуу керек. Жарайды, әрине. Екінші, сендерде тіс дәрігеріне тексеру бар. Мен бе? Жарайды. Үшінші, сендер ойыншықтарыңды жинау керек. Мәселе жоқ. Төртінші, сендер мектепке бару керек. Жарайды, мәселе жоқ. Ал мен ойнауға барамын. Кейін кездесеміз, жігіттер. Сау болыңдар. Қазір ойын уақыты. Өмір жақсы. Сәлем, Стефи. Сәлем, Ева. Айтпақшы, Стефи, бүгін бізде жылдық тест бар екенін білдің бе? Тест? Жоқ. Солай. Өте қиын тест. Сенің тестің дәл қазір басталады. Бұл оңай. Идея. Ол не? Стефи, тестте алдауға болмайды. Мен мұны аламын. Қате. Стефи, бұл келесі жолы жақсырақ оқуың керек. Міне, Стефи. Шынымен бе? Тесттен жақсырақ баға ала алмадың ба? Егер бір нәрсені жақсырақ жасағың келсе, оны өзің жаса. Сен маған осылай сөйлеп тұрсың ба? Жақсы. Бар. Сен не істеп жатырсың? Мен мұнда жинап жатырмын. Көрмейсің бе, Стефи? Қазір тоқта. Бұл менің ойыншықтарым. Жақсы, онда өзің жина, Стефи. Бұл көп ыдыс екен. Жақсы, бастайық. Қателестім. Жоқ, мен мұнда болмадым. Жүгір. Тіс дәрігері. Келесі науқас. Тістеріңді тазалау қуыстардың алдын алу үшін өте маңызды. Сен тістерің мен қызыл еттеріңе жақсы қарауың керек, Стефи. Енді тістеріңді қарайық, Стефи. Аузыңды кең аш.
Courageux. Сәлем, жүгірме, Стефи, сақ бол. Hə, keçiriniz əki. Не болды? Әкем келе жатыр. Жасырынып қалуға жақсы жер. Стефи, ас үй шашылып жатыр. Неге барлығы саяқ жерде жатыр? Кешіріңіз әке, мен оны жинаймын, уәде беремін. Жарайды, Стефи, мен саған сенемін. Бұл жолы сені жазаламаймын. Стефи, wait a minute! Жігіттер, сендер ештеңені дұрыс істей алмайсыңдар. Сіздерге берген әрбір тесттен құладыңыздар. Стефи, мен сенен бір нәрсе сұрағым келеді. Әке, бәрі жақсы ма? Әке, мені естіп тұрсың ба? Әке, мені естіп тұрсың ба? Ой, әттеген ай, мен мұны түзетіп, тапсырмалар тізімімді өзім аяқтауым керек. Жарайсың, Стефи. А. Ağzını aç. Барлығы керемет көрінеді. Тістерің жақсы. Тек күніне 2 рет тісіңді тазалауды ұмытпа. Әрине, рахмет, әрігер. Стефи, бір сәтте мен сенің 5 көшірмеңді көргендей болдым. Менің 5 көшірмем бе? Сенің қиялың керемет, әке. Әке, қарашы, мен барлық тапсырмамды аяқтадым. Жарайсың, Стефи. Жауапкершілік пен күш-жігер әрқашан жалқаулық пен айлакерлікті жеңеді.